Бәріне сәлем тапқыр достар. Сендермен бірге Дамикюз арнасы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сендерге менің айтқанымды айтпа ойынын бірге ойнайтын боламыз. Ойынның шарты мынадай. Мен саған кез келген сұрақ қоямын. Сенің жауабың менің жауабыма ұқсас болмау керек. Яғни жауабың өзгеше болу керек. Егер жауабың бірдей болатын болса, үш жаныңның біреуі кетіп отырады. Ал ендеше ойынды бастаймыз. Кез келген жануарды ата. Мен итті атадым. Кез келген айды ата. Мен ақпан айын таңдадым. Кемпірқосақтың бір тұсын атаңыз. Мен қызыл түсін таңдадым. Кез келген үй жануарын ата. Мен мысықты атадым. Келесі сұрақ. Кез келген әріпті атаңыз. Мен В әріпін атадым. Мектептегі бір пәнді ата. Мен математика пәнін таңдадым. Үшеуінің қайсысын таңдайсың? Мен футболды таңдадым. Кез келген ойын түрін таңда. Мен PlayStation ойынын таңдадым. Жақсы көретін сусыныңды таңда. Мен Coca-Cola'ны таңдадым. Үш фастфудтың қайсысын таңдайсың? Мен пиццаны таңдадым. Кез келген мерекені таңда. Мен жаңа жылды таңдадым. Кез келген жемісті ата. Мен бананды атадым. Кез келген гүлді атаңыз. Мен раушан гүлін атадым. Аптаның бір күнін ата. Мен жұма күнін атадым. Келесі сұрақ. Ыстық сусынды ата. Мен шайды атадым. Кез келген музыкалық аспапты ата. Мен гитараны атадым. Келесі сұрақ. Кез келген мамандықты ата. Мен дәрігерді атадым. Кез келген жәндікті ата. Мен құмырсқаны атадым. Балмұздақтың дәмін, яғни түрін ата. Мен ассорти деп айттым. Үш мезгілдің қайсысын таңдайсың? Мен кешті таңдадым. Міне достар, видео аяқталды. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңдер. Келесі кездескенше сау бол.